Отты қару өздігінен атылған жоқ. Атышулы Тоқмәди ісіне зерттеу жүргізген ақш сарапшылары осылай тұжырым жасап отыр. Тұран Әлем банкінің бұрынғы қожайыны Ержан Тәтішевтің өліміне қатысты сот отырысы Таразда жалғасуда. Қылмыстық істі тергеу барысында банкирді ажал құштырған қару өздігінен атылып кетуі мүмкін дегенде болжам болған. Бұған дейін жасалынған 4 сараптаманың қорытындысы бір-біріне қарама қайшы келгендіктен 5-шісін жасату үшін білікті мамандар ақштан шақыртылған екен. Бүгінгі сот отырысында осы сарапшылар өз жұмыстарының қорытындысын ортаға салды. Істі зерттеуде барлық тиісті технологияларды қолданған 3 бірдей американдық криминалист германиялық қымбат қарудың өздігінен атылып кетуі мүмкін еместігін айтты. Және оқиға орын алған соң аймақтарға алғаш сараптама жасаған қазақстандық мамандар тобының қорытындысын қуаттады. Түстен кейін осы кешенді зерттеуді жасаған қазақстандық 2 сарапшы маман тыңдалды. Қылмысқа қолданған қару өте қымбат қару болған. Оның өздігінен атылуы ешбір істе кездеспеген. Қаруды үнемі тазалап жүрген адаммен де сөйлестік. Ол қарудың өте жақсы жағдайда болғанын айтты. Сондықтан оның өздігінен атылып кетуі мүмкін емес. Қазақстандық маман доктор Ламакин де осындай қорытынды шығарған.